Баршаңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Эльмира Мажитқызы. Бүгін сіздерге пакеттегі рифленый лейс қосылған, өзі 10 минутта дайын болатын, өте дәмді салат жасап көрсететін болам. Керек заттарды описание бөліміне қалдырам. Бұл салат асыққан кезде, немесе үйіңізге қонақ келіп қалған кезде жасауға өте тиімді және құрамы да өте қарапайым. Алдымен қиярды, қызанақты, жұмыртқаны жұқалап турап, одан кейін ұзыншалап кесіп, осылай тарелкаге кезекпе-кезек салып аламыз. Енді банкідегі сары жүгеріні саламыз. Пакеттегі лейсті осылай ішінде тұрғанда кішкене езіп, ұсақтау қылып, араларына осылай салып шығамыз. Енді араластыру үшін бір ас қасық майонезді ортасына саламыз. Міне салатымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте дәмді және тез арада дайын болатын салат ас болсын.